Нұр Отан партиясының облыстық филиалында депутаттық фракцияның жиыны өтті. Күн тәртібіндегі басты мәселе қаладағы көп қабатты үйлердің қысқы жылыту маусымына дайындық мәселелері болды. Қазір күні Петропавлда 1048 көп қабатты үй бар. Өкінішке орай олардың тек 60-ы ғана қысқы жылыту маусымына дайындық паспорттарын алған. Петропавл қаласы әкімінің кеңесшісі бұл жұмыстарды қыркүйек айының соңына дейін аяқтау маңызды деп отыр. 15-16 год паспортовой готовности было, если точно. 2015-2016 жылдары жылу маусымына дайындық паспорттарын 496 баспана алды. Басқа да көрсеткіштер жақсы болды. Әлеуметтік сала ғимараттары жақсы дайындалды. Мектептер, ауруханалары, балабақшалар жүйелі жұмыс жасады. Биылда осы бағытта жұмыстар жалғастыру қажет. Жиын барысында жылу есептегіш құрылғыларды орнату туралы да сөз болды. Өйткені көп қабатты үйлердің тең жартысы, яғни 537 үйде аталмыш құрылғы жоқ. Ал 195 үйдің тұрғындары тіптен жылу есептегіш құрылғыларды орнатудан бас тартқан. Мамандар құрылғылардың жылу қысымын өлшеп отыру үшін маңызды дейді. В департаменте комитета по регулированию естественно. Табиғи монополияларды реттеу агенттігінде жылу есептегіш құралдарды орнатуға кететін шығын көлемі есептелген. Оның құны жылу есептегіш құрылғысының диаметріне байланысты. Жиынға қатысқан фракция депутаттары, жергілікті билік органдары мен партия белсенділері бірауыздан шешімдерді қолдады. Кездесу барысында халық қалаулыларына нақты тапсырмалар жүктелді.